Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай алмадан жасалынған пирог дайындайтын боламын. Қажетті заттарымыз: 10 жұмыртқа, сұйық май, туралған алмамыз, разрыхитель, қантымыз қажет. Ең алдымен жұмыртқамызды ағуызынан сарысын ажыратып аламыз. Қантымыздың жартысын салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Яғни бізде қантымыз толықтай еріп, жұмыртқамыз 2-3 есе көтерілгенше жақсылап миксерлеп алуымыз қажет. Жұмыртқамыздың сарыуызын салып, тағы да 1-2 минуттай жақсылап миксерлеп аламыз. Сұйық майымызды құйып, лопаткамызбен осылай араластырып аламыз. Одан кейін разрыхителімізді, ұнымызды салып, тағы да толықтай жақсылап араластырып алуымыз қажет. Одан кейін біртіндеп туралған алмамызды салып, тағы да толықтай жақсылап араластырып аламыз. Енді формамызға осындай пергамент қағазын салып, қағазымызды қыстырып, артық қағазымызды кесіп алып тастаймыз. Дайын болған массамызды формамызға жақсылап салып шығамыз. Пирогымызды енді 150 градуста 45 минуттай толықтай қызарып, піскенше күтетін боламыз. Пирогымыз міне бізде осындай болып шығады. Өте дәмді әрі қолжетімді заттардан жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.